Қайырлы күн, сіздермен мен Үсіпбек Темірлан. Сіздерге бүгін 3-ші аптаны айтып өтетін боламын. 3-ші апта Қазақстан түркі дәуірінде ұлы түрік қанатының құрылуы және де оның алғы шарттары. Ұлы түрік қанаты біздің заманымызда 552 жылы құрылған болатын. Қазіргі орталық Азияда қағанат бастапқыда түріктер Жужа мемлекетіне тәуелді болды және де 6 ғасырға қарай Жужа мемлекеті әлсіреді. Содан кейін сол әлсіреген сәтті пайдаланып Бумын түріктерді тәуелсіз етті. Түріктердің алғашқы тәуелсіздігін алып берді. Және де сол арқылы 552 жылы Бумын өзін қаған ретінде жариялады. Бумын сол кезде осы түріктердің негізін қалады және одан кейін оның інісі Қараеске және де ұлы Мұқан осы қанатты одан әрі күшейткен болатын. Және де түрік қанатының шаруашылықтары бұл темір өндіру мен қару жасау шеберлігі. Түріктер Алтай мен Ертіс бойында темір қорытып, қару-жарақ жасаумен танылды. Бұл олардың әскери қуатын арттырған болатын. Сауда жолдарындағы дамуына тоқталсақ, түрік қанаты Ұлы Жібек жолы бойында орналасқандықтан экономикалық түрде қарқынды күшейе түсті. Қағанаттың аумағына келетін болсақ, Бумын және Мұқан қағанатының тұсында шығысы Кореядан басталып, батысы Қара теңізге дейін созылған болатын. Бірінші түркі тайпалардың барлығы бір мемлекетке біріктірген болатын осы түрік қанатының арқасында. және де түрік атауы алғаш рет мемлекет аты ретінде қолданылды. Түрік тілі кең әрі тарады. Кейіннен түрік қанатынан кейін батыс түрік қанаты, шығыс түрік қанаты, қарлұқ түргештер, қарахан мемлекеттері сияқты түрік мемлекеттерінің негізін қалады. Қысқаша түйіндейтін болсақ, ұлы түрік қанаты түркі халықтарының алғашқы қуатты мемлекеті. Ол түркі бірлігін, мәдениетін және мемлекеттік дәстүрін қалыптастырған болатын. Келесі бізде түрік қанатының мұрагерлері. Түрік қанатының мұрагерлері ұлы түрік қанаты 603 жылы екі жаққа ыдырап кетті. Bir жақ батыс түрік қанаты, екінші жағы шығыс түрік қанаты. Батыс түрік қанаты бұл 603 және 704 жылдар аралығында өмір сүрді. Астанасы Сояб қаласы, кейіннен Тараз қаласы болып өзгертілді. Территориясына келетін болсақ, қазіргі орталық Қазақстан және де Қазақстанның оңтүстік және батыс бөлігін қамтыды. Негізін қалаған Тардушхан халқы 10 ұлт және 10 тайпа одағынан тұрады. Руларына келетін болсақ, нүшпелер және де Будун деген тайпа екіге бөлінген. Маңызы Қазақстан жеріндегі алғашқы түркі мемлекет басқару жүйесін қалыптастырды. Қалалар мен сауда жолда жақсы дамыды. Кейін шығыс түрік қанаты. Шығыс түрік қанаты ол 603 пен 744 жылдар аралығында өмір сүрді. Астанасы Өтөкен қаласы, яғни Монғолия жақтағы алғашқы қапаған, білге қағандар. Бұл мемлекет түркі халқының рухани орталығы болды. Түркі орхон жазулары, яғни білге қаған, Күлтегін, Тоныкөк осы дәуірлерде жасалған болатын. Және де 744 жылы ұйғыр қағанатынан ойсыра жеңіліп, қағанат сол жылы толығымен жойылды. Және де Түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты бұл 704-756 жылдар аралығында өмір сүрген. Астанасы Сояб қаласы, негізін қалаған үшілік, кейбір жерлерде үшілік деп аталады. Үшілік қаған. Және де Түргеш қағанатының ең басты қағаны Сұлу қаған, яғни 715-738 жылдар аралығында билік еткен. Сол кезде Түргеш қағанаты едәуір жақсы дамыған. Мемлекет негізінде екі аймаққа бөлінген, сары түргештер және қара түргештер болып. Одан кейін Қарлұқ қағанаты. Түргештердің 756 жылы ыдырағаннан кейін орнына Қарлұқ қағанаты келді. Қарлұқ қағанаты 756-940 жылдар аралығында өмір сүрген. Астанасы Баласағұн қаласы. Қарлұқтар батыс түрік қағанатының жерінде құрылып, кейін Қарахан мемлекетінің негізін қалады. Ұйғыр қағанаты. Ұйғыр қағанаты 744-840 жылдар аралығында өмір сүрген. Шығыс түрік қағанатынан кейінгі жерге осы ұйғыр қағанаты келді. Астанасы Қара Балғасын. Ұйғырлар мәдениет пен жазуды дамытты, буддизм мен манихей діндерін ұстанды. Қысқаша түйіндейтін болсақ,
түрік қанаты мұрагерлері осы батыс түрік қанаты, шығыс түрік қанаты, қарлұқ, түргеш, ұйғыр қанаттары. Олар түркі халықтарының дәстүрін, тілін, мәдениетін және рухани мұрасын жалғастырды. Үшінші бізде түрік қанатының маңызды әлеуметтік саяси оқиғалары. Саяси оқиғаларына келетін болсақ, ұлы түрік қанаты алғаш 552 жылы құрылды. Оны құрған Буман қаған жүжандарды жеңіп, түркілердің тәуелсіздігін алып берген болатын. 553-572 жылдары Мұхан қаған тұсында қанатының шекарасы кеңейіп, шығыста Қытайға, батыста Каспийға дейін жетті. Және де өзара қарым-қатынастар орнатты, яғни Византия елі мен Қытай елдерімен сауда-саттық жолдарын нығайтқан болатын. Одан кейін батыс түрік қанаты. Батыс түрік қанаты 603-704 жылдары өмір сүрді. Елде 10 болын, яғни 10 тайпа жүйесі енгізілген. Тарту шегу қағандардың билігі кезінде мемлекет қатты күшейген. Сауда жолы дамыды, себебі ол кезде Ұлы Жібек жолы болды. Суяб, Тараз қаласы сияқты қалалар мәдениеті өркендеді. 7-ші ғасырдың ортасында билік үшін күрес нәтижесінде Қытай мен арабтардың қысымынан мемлекет әлсіреп тарап кетті. Одан кейін шығыс түрік қанаты. Шығыс түрік қанаты 603-744 жылдар аралығында маңызды оқиғаларына келетін болсақ, 682 жылы түріктер Қытай үстемдігінен босап шығып, екінші түрік қанатын құрған болатын. Құтлық, Елтеріс қаған, яғни Білге қаған, оның қолбасшысы Күлтегін, Тоныкөк сияқты ұлы тұлғалар елді біріктіріп қайта күшейтті. Орхон жазбалары түркі мемлекетінің рухының символы болды. Қысқаша түйіндейтін болсақ, түркі қанатындағы негізгі оқиғалар мемлекеттің құрылуы, тайпалардың бірігуі, тәуелсіздік үшін күрес, жазудың пайда болуы және де мәдени бөлу сияқтылар болды. Бұл оқиғалар өркениетінің қалыптасуына және кейінгі қазақ халқының мемлекет дәстүріне негіз болды. Келесі бізде 4-ші тақырып түріктердің көрші елдермен қарым-қатынасы. Түріктер Еуразия құрлығында орналасқандықтан оларда көрші мемлекеттер, яғни Қытай, Иран, Византия және араб елдерімен көршілес болды. Біріншіден біз Қытаймен қарым-қатынасы. Түріктердің басты көршісі, яғни көршісі әрі бәсекелесі осы Қытай мемлекеті болды. Алғашында түріктер Қытаймен сауда жолы арқылы бейбітшілік келісім орнатқан. Кейін екі ел арасында көптеген соғыстар болып тұрды, себебі Қытай түріктерді өзіне бағындырғысы келді. Кей кезеңдерде түріктер Қытайдан жібек, шай, қолөнер бұйымдарын алып отырды. Екінші, Иран мемлекеті және де Византия елдерімен қарым-қатынасы. 6-шы ғасырда Иранмен сауда жолы үшін таласқан болатын. Кейіннен Иранмен уақытша одақтасып, эфталиттер мемлекетін жойды, яғни ақ құндарды. Және араб мемлекеттермен байланысы. 7-ші және 8-ші ғасырларда түріктер арабтармен Орталық Азия жеріндегі күрес үшін күрестер болды. Мысалы, Түргеш қанаты кезінде Сұлу қаған арабтарға қарсы батыл күрес жүргізді. 751 жылы Атлақ шайқасында түргештер арабтармен бірігіп, Қытай жерін біржолата жетісу жерінен 1000 жылға қуып жіберген болатын. Және басқа да ұсақ елдермен көршілік қарым-қатынас жақсы болған. Мысалы, Корея және де Жапония сияқты мемлекеттермен әскери қарым-қатынасты, сауда жолы болсын, жақсы қарым-қатынаста болған. Қысқаша түйіндейтін болсақ, түріктер көрші елдермен соғыста да сауда жүргізіп, дипломатиялық және мәдени байланысты орнатты. Бұл байланыстар арқылы түркілердің мәдениеті, тілі және ықпалы кеңейді. Ал Қазақстан жеріндегі халықаралық сауда мен мәдени алмасудың орталығына айналдырған болатын. Назарларыңызға рахмет.